Қайырлы күн, құрметті көрермен. Полиглот жобасының кезекті қонағы. Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжі шетел тілі бөлімінің 3-ші курс студенті Қажы Абай. Қош келдіңіз. Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Ең алғаш үйрене шет тілін жайлы айтсаңыз. Не себепті дәл сол тілді таңдадыңыз? Енді қазіргі кезде мен білетін тілдер әрине қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын. Мен ең бірінші меңгерген тілім орыс тілі болғандықтан, оған оны меңгеруге түрткі болған менің ортам болды. Себебі мен туып өскен жерде қазақтар жартысынан аз бөлігі болғандықтан, қалған тұрғындар орыс ұлты, украин, белорус, неміс, татар, поляк және басқа да ұлт өкілдері болған болатын. Және олар өзара орыс тілінде сөйлескен болатын. Және мен оларды түсініп, олармен сөйлесу үшін өзім орыс тілін үйреніп алған болатын. Жақсы, ал ағылшын тілін қалай үйреніп бастадыңыз? Ағылшын тілін уақыт өте қызығушылықтарыма қарай үйрене бастадым. Яғни маған жеке өзіме хоррор жанрындағы ойындар қатты ұнайды. Және сол ойындар туралы тек көбіне шетелдік блогерлер видеолар түсіретін. Және мен соларды түсіну үшін ағылшын тілін оқи бастадым. Яғни олар өздерінің аудиториясымен сол ойындарды талқылайтын, өздерінің болжамдарын айтатын. Мен соның барлығын көретін. Кішкентай кезіңізден бастадыңыз ба? Жақсы. Болашақ кәсібіңізге, мамандығыңызға қатысы бар, иә, ағылшын тілін меңгеру? Иә, қатысы бар. Мен мұғалім болғандықтан және оқушыларым, енді жалпы адам ағылшын тілін оқыған кезде, оны не ана тілімен байланыстырып оқиды, не орыс тілімен байланыстырып оқиды. Тіпті мен қазір оқушыларыма бір мәтін беретін болсам, олар бір жартысы қазақша аударуы мүмкін, кейбірі орысша аударып жатады. Яғни олар өз ыңғайына қарай ағылшын тілін оқиды, және мен соны ескере білуім керек, және сол үш тілді де жақсы білуім қажет. Демек, үш тілді қолдану сіздің кәсібіңізге, мамандығыңызға жақсы әсерін тигізді, иә? Иә, күнделікті рутинам, бүкіл сабағым сол үш тілде өтеді. Үш тілдің айналасында жүресіз. Жақсы, Абай, қай тіл сізге ең жеңіл, ал қай тіл қиынға түсті? Орыс тілін үйренгенде ешбір қиындық туындамады. Себебі біз орыс тілін күнде естиміз, өзіміз күнде қолданып жатамыз. Ол біздің құралымыз болып есептеледі. Тіпті қазір бір ақпарат іздегенде, немесе қазіргі кездері жасанды интеллектті қолданған кезде запросты көбінесе орысша жазамыз. Себебі біз оған қазақша жазатын болсақ, ол бізді толыққанды түсінбейді және сапасыз, бір сауатсыз жауап береді. Яғни орыс тілді орта болғандықтан, бар болғандықтан, ол үйренуде ешбір қиындық жоқ. Ағылшын тілімен ситуация сәл басқаша. Қандай қиындықтар болды сізге? Мүмкін сен бірдеңе оқып, қандай да бір іс-әрекет жасап, тырысып, тілді меңгеруі мүмкін. Бірақ та оның барлығын талқылап, жинақтайтын орта болмағандықтан, орта аз болғандықтан, ол жай тіл бойынша білім болып жинала береді. Және сол білім игерілмегендіктен, біріншіден кейін неден бастарыңды білмейсің, және біреу сенен бірдеңе сұраса, оны қалай жеткізеріңді білмейсің. Сол себепті ағылшын тілі меңгерген біздің қоғамда қиын болып келеді. Қазірдің өзінде менің өзім біршама қиындықтарға тап боламын. Жақсы. Тіл үйрену барысында қандай әдіс жақсы сіздің ойыңызша? Мен қазір көпшілік қолданатын негізгі әдістерді атап шыға аламын. Бірақ дегенмен одан бөлек тағы да бір маңызды әдіс бар. Ол қызығушылыққа сүйене отыра меңгеру. Мысалға, бағана айтып кеткендей, мен өзіме ұнайтын контентті көріп, сол бойынша ағылшын тілін үйренген болатын, үйреніп бастап, қазірдің өзінде де сонымен айналысам. Мәселен, жеке өзім бір оқулықты алып, сол бойынша қазір жұмыс жасайым деп отырсам, ойыма ештеңе келмейді. Мен өзіме ұнайтын, мысалға, бір фильмді қосып қоятын болсам, мен кәдімгідей бір практика жасаймын.
осы кезде бір әдіс барлық адамға бірдей жаға бермейтінін ескерген жөн. Яғни адам өзіне ұнайтын, ұнамайтын заттарды таңдап, ажырата білуі тиіс. Сол кезде айналысатын ісінің нәтижесін көреді. Жақсы, Абай көп тіл білу сіздің өміріңізді қалай өзгертті? Көп тіл білу ең алдымен мен ортамды кеңейтті. Яғни мен қазақ тілінде де, орыс тілінде де емін-еркін сөйлей берем. Және әлеуметтік желілерде мен көбіне шетелдік контент көремін. Және де сол жерде мен емін-еркін өзімнің ойымды жеткізе аламын. Яғни өзім не сезінемін, сонымен бөлісе аламын. Сол жағынан және ақпарат іздеуде қатты көмектеседі. Яғни мен қазақша іздейтін болсам, бірдеңе мен оны таппаймын. Орысша іздейтін болсам, бір бетін сипап өтетін шығармын. Ағылшынша іздейтін болсам, мен өзіме қажет затты табамын. Жақсы. Демек пайдалы, иә? Оң өзгерістер іске алып келді. Иә. Жақсы, болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Болашақта 4-ші тіл ретінде мен ең алдымен украин тілін үйренгім келеді. Неліктен? Өте әдемі тіл. Сосын жоғары оқу орнына түскен кезде екінші тіл таңдау мүмкіндігі болады. Сол кезде бәлкім француз тілін таңдап қалармын. Өйткені ол ағылшын тілімен өте тығыз байланысты, және оны үйренген әлдеқайда оңай болады деп есептеймін. Бірақ жақындарым маған Қытай тілін үйрен дейді. Яғни аш қалмайсың деп. Бірақ жеке өзіме ұнамайды. Жақсы. Осы тіл үйреніп жатқан жастарға қандай мотивация бересіз? Өзіңіз білетін тілдерде айтып кетсеңіз. Құрметті көрермендер, сіздерді тілдерді меңгеруде сәттілік тілеймін. Уважаемые зрители, я желаю, чтобы изучаемый вами язык имел позитивный окрас в ваших глазах. I wish you success in learning languages. The main thing is not to get off this path halfway. Жақсы, жолымызға қатысқаныңызға рахмет. Қош сау болыңыз көрермен.